Мен Сұлтанова Гүлмира Нұртазаевна, Ақтөбе-Автожол колледжінің арнаулы пән оқытушысымын. Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы автомобильдердің генераторлары, құрылысы және олардың пайдаланылуы. Сабағымыздың негізгі мақсаты генераторлардың негізгі қызметін, атқаратын жұмысы мен құрылысын және олардың ақаулықтарын анықтау, сонымен қатар оларды жою туралы жалпы ақпарат мағлұмат беру. Ал енді құрметті білім алушылар, бүгінгі тақырыпқа тоқтала кететін болсақ, жалпы ток генераторлары деп энергияның кез келген түрін электр энергиясына айналдыратын қондырғыны айтады. Электростатикалық машиналар, термобатареялар, күн батареялары барлығы да генераторларға жатады. Кез келген автомобильдердің электр жүйесінің құрамына генераторлар жатады. Яғни автомобильдердің генераторы дегеніміз механикалық энергияны электр энергиясына айналдыратын құрылғы. Генераторларға қойылатын негізгі талаптар мынандай. Автомобильдің кез келген қозғалысының негізінде олардың аккумуляторлардың батареясындағы қуаттарды азайтпау керек ең алдымен. Екіншіден, олардағы генератордан шығатын кернеу бір қалыпты болуы шартты. Құрметті білім алушылар, сіздердің назарларыңызға жалпы генератордың суретін ұсынып тұрмын. Қазір сіздерді генератордың құрылысымен таныстырып кеткім келіп тұр. Назарларыңызда жалпы генератордың суреті. Міне, бірінші бізде генератор ол шкифтен тұрады. Бірінші көріп тұрғандарыңыз. Сосын екінші міне алдыңғы, артқы қақпақтардан тұрады. Үшінші ол бізде ротор. Төртінші стартер. Стартердағы сары жолақтар, ол қазір тоқталып кетем, мыстан жасалған жақтаушалар деп аталады. Яғни бұл орам сандары бұл жерде берілген орамдардан тұрылады. Бесінші бізде түзеткіш диодтардың жиынтығы. Алтыншы ол кернеуді реттегіш, яғни генераторда беріп тұрған тоқтағы кернеуді реттеп отыратын құрылғыны кернеу реттегіш деп атаймыз. Жетінші щеткалы құрылым. Сегізінші бұл бізде қақпақша. Генератордың басты бөлшектері. Бірінші шкиф. Қозғалтқыштың механикалық энергиясын генератордың валына ремен арқылы жеткізуге арналған. Екінші, генератордың сыртқы қаңқасы, яғни ол екі қақпақтан тұрады, алдыңғы шкиф жағынан және артқы түйісу сақиналары жағынан. Статорды бекіту үшін, генераторды қозғалтқышқа орнату үшін және ротордың подшипниктерін орнату үшін арналған. Артқы қақпағында тоқты түзеткіш, щетка құрылымы, кернеуді реттегіш және электр құрылғыларының жүйесіне сырттан қосу жалғағыштары орналастырылады. Үшінші ротор. Үшкір тұмсықты болаттан жасалған екі түлке орналастырылған болат вал. Олардың арасында шеттері түйісу сақинасымен жалғасқан қоздырғыш орам орналасқан. Генераторлар цилиндрлік мыстан жасалған түйісу сақиналарымен жарақталған. Төртінші статор. Болат табақшалардың жиынтылығы. Оның ойығына генератордың қуатын туғызатын орам орнатылады. Бесінші түзеткіш диодтардың жиынтығы. Тығыздалған 3-3-тен 10 және теріс жылу өткізгіштерден тұратын 6 күшті диодтарды біріктіреді. Алтыншы кернеуді реттегіш. Генератордың роторының айналу жиілігінде және қоршаған ортаның температурасының автомобильдің борттық жүйесінде электр тоғының күшін белгілі бір шегінде ұстап тұратын құрылғы. Жетінші, генератор негізгі стартер мен ротордан тұрады. Ротор дегеніміз ол екі болат төлкесі бар, айналмалы білікті айтамыз. Енді назарларыңызға ротордың суретін ұсынып, мен тоқталып кетейін. Ротордың бірінші суретте көрсетілгенде бұл бірінші бізде ротордың валы, екінші міне ротордың шеткі нүктелері, үшінші көрсетіліп тұрған бұл ротордың қоздырғыш орамдары, яғни оның орам сандары өте көп болады. Сосын міне төртінші түйіспелі сақиналары. Құрметті білім алушылар, назарымызды бейне роликке аударайық.
бәрімізге белгілі физика сабағынан мынау мыстан жасалған катушка. Осы катушканы галванометрге жалғаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай галванометрге жалғадық. Және оған магнитті әкеліп жақындатсақ, мұнда қазір назарларыңызды ұсынамын. Магнитті әкеліп жақындатқан кезде галванометрдің тілшесі жылжыды. Яғни мұнда генератордың да электр энергиясы пайда болды деген сөз. Егер мына магнитті айналдырсақ, галванометрдің тілшесінің жылжығанын байқаймыз. Яғни бұл нақты генераторда электр энергиясының пайда болғандығын көрсетеді. Әрі қарай, мыстан жасалған катушкаларды стартерға қазір орналастырып, мұнда пайда болған құбылысты байқаймыз. Міне, назарларыңызда сіздердің мыстан жасалған катушка. Осыны әкеліп қазір стартерға орналастырамыз. Яғни, міне, көріп тұрғандарыңыздай бірнеше бөліктен тұратын, бұларды стартердің жақтаушалары деп атайды. Осыған әкеліп жаңағы катушкамызды орнатамыз. Яғни, бұның стартердің жақтаушалары бірнеше бөліктен тұрғандықтан бірнеше катушканы әкеліп орнатамыз. Сондықтан бірнеше бөліктен тұрғасын бұған электростатикалық қондырғымен міне әкеліп барлығын шашырап кетпеу үшін біріктіріп ұстатып қоямыз. Сосын оған әкеліп магнитті айналдырсақ, мұнда кернеудің пайда болғанын байқаймыз. Егер де мұндағы магнит жай айналса, мұндағы кернеу аз болады. Ал көріп тұрғандарыңыздай магнитті қаттырақ айналдырсақ, мұндағы кернеу өте жоғары болады. Осының барлық кернеуді реттеп тұратын құрылғыны біз генераторда кернеу реттегіш деп айтамыз. Ендігі кезекте сіздерге генераторлардағы кездесетін ақаулар және оларды қалай жою керектігі туралы мағлұмат беріп кетейін. Генераторлардың ақауларына жатады ол жетекші белдіктің тозуы, яғни генераторлардағы жетекші белдіктер тозса, онда оны міндетті түрде жанасымен ауыстыру қажет. Екінші, ондағы щеткалар желінуі мүмкін. Егер щеткалар желінсе, желінген щетканы жанамен ауыстыру керек. Подшипниктің шашылуы. Егер подшипник шашылған жағдайда оны жанамен ауыстыру керек. Валдың желінуі. Егер вал желінген жағдайда валды жондырып арнайы станоктарда қайта салуға болады. Орамдардың бір-бірімен жанасып қалуы. Орамдары бір-біріне жабысып балқыған болса, онда сымдардың орындарын жанартып саламыз. Диодтардың жануы, яғни ол кезде диодтарды міндетті түрде ауыстыру қажет. Генератордың шкивінің босап шығуы. Бұндай жағдайда болттың бұрандасын қалыпқа келтіру қажет. Құрметті білім алушылар, енді бүгінгі жалпы өткен тақырыпты қорытындылай келсек, автокөлік генератор дегеніміз ол механикалық энергияны электр энергиясына айналдыратын құрылғы, оның қызметі, құрылысы барлығымен біз бүгін таныстық деп ойлаймын, және онда кездесетін ақаулықтарды, оларды жою жолдарын айтып өттік. Құрметті білім алушылар, сіздерге үйге тапсырма. Жалпы төмендегі сұрақтарға жауап жазасыздар. Автокөліктің генераторының басты қызметі не? Генератордың құрылысы және оның бөліктеріне сипаттама беріңіз. Генератордың ақаулары мен оларды жою, генераторларға қойылатын негізгі талаптарды атаңыздар. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.